Мен қазағыма қарным аша қарайды. Колбимен айқасып, колбимен екі рет секретар салды, бірақ екі ретті мені маған даже ауызша сөгісті бере алмады. Жағасын ұстап жағына тартып жіберді. Мен қазір түңілудің үстінде жүрген адаммын. Түңілген адаммын, шын айту керек. Бәрінде жерген адаммын, жерінген адаммын. Сол Елімбайдың қолында соғуға жарамайды. Ол ауыл екінің өсегі жазған кітап. Мен келемін, енем ыстық құшаққа, ата қазақ жайған жадын ісаққа, жүрегімді жылытып жаным, жылы деміңмен жаным делім аялада құшақта. Мен келемін, жылап күліп жыртыла, мас боп тасып, жас боп ағып жыртыла, баласынан іздеп табар анасын, бас емін ата-баба ғұрпына, бас емін ата-баба ғұрпына. 16 жыл жазушылар одағында істедім. Жазушылар одағында жұлдыз журналында кішкентай әдеби қызметкерден бастап орынбасарына шейін көтерілдім редактордың. Одан мені жазушыны орталық комитет шақырып алды. Сектор меңгерушісі бол деп. Онда 4,5 жыл істедім. Сол 4,5 жылдан кейін Колбинің кезінде колбимен айқасып, колбимен екі рет секретар салды, бірақ екі ретті мені маған даже ауызша сөгісті бере алмады. Мен өзімнің принципімді, өзімнің ұстанымымды сақтап қалдым. Сонда маған Назарбаев айтатын ақылы, сәке бұл мен ұстасып қайтесің, не партиядан шығарады, не ауру қылады деп. Мен айттым ғой, Назарбаевқа, Нұреке, біз осы жерде айтысып айқасып қалайық. Біздің сөзімізді Кремль сөйлемейді. Осы жерде біз өзіміз не жеңілейік, не жеңейік. Тек бірақ айқасып, айтысып өлейік өлсекте деп. Сөйтіп мен 400 адам үшін жағыз менің ғана шайқасқа шықтым. Бір күні Колбин айтты, сендерде бір порочный метод бар екен, керексіз. Бір бастық мекеменің бастығы, бірінші басшығы қазақ болса, оның бірінші замы орыс болады екен. Ал бірақ сол жаңағы облыстың әкімі ма, әйтпесе министр ма, сол ауысып жаққа кетсе, қайтыс болып кетсе, жаңағы қазақтың орнына, как будто это место выкупление казахами, қазаққа бересіңдер 5-ші, 6-ші, 7-ші орынбасарын тауып алып. Ал оның бірінші орынбасар более подготовленный орыс қала береді шетте. Мен енді ондай методты бұзам деді да, 6 қазақты 6 орыспен алмастырды. 1-2 айдың ішінде. Бір күні келіп отырмыз, 7-ші орыс бар еді, орыс министрі. Соны ауыстырып, оның орнына орыс заместителін қойыпты. Қарап жіберсем, жаңағы министрдің бірінші замы қазақ екен. Екеуміз столдың екі жағында отырамыз. Мен қағаз дайындаймын ғой, биік столдың. Екі жағында бюро мүшелері. Андағы жерде Колбин, мына жағында мен. Геннадий Васильевич дедім. Сіз білесіз бе, өткенде айтып едіңіз ғой, порочный методтарыңды бұзамын деп. Осындай макармен сіз 6 қазақтың орнына 6 орысты қойдыңыз. Бүгін 7-ші орыстың орнына 7-ші орысты әкеліп қойып отырсыз. Оның более подготовленный замы бірінші қазақ болатын. Ұшып тұра келді, сен мұндай вопрос неге бересің маған деп. Мен неге бермеймін, екеумізде партияның, коммунистік партияның мүшесімізді сылқ етіп отыр кетті да, кім жасады мынаны дайындады? Өнеркәсіп бөлімі адамдары біз дайындап едік деді. Ол қайда? Шынымен оның бірінші замы қазақ деді, қазақ деді. Сол жаңа қазақ көрсетті, ол беттің орнында жаңа қазақта министр қойды. Мен жаңа қазаққа қарай, мен осы басшылығы рахмет айтамын деп. Жоқ, үндеген жоқ. 5-6 күні коридоры кездесіп қалды, келе жатыр екен. Жағасына ұстай алдым, сен жоқ, жағасына жоқ, сен өкінді рахмет айтпайсың, мен болмасам ғой, сен орнында кетіп құлдырап кететін едің. Кет жәрі деді. Жағасына ұстап жағына тартып жіберді. Кім еді ол? Айтпаймын, әлі жүрген жақта. Соны мен жаңағы не істейді, бетін ұстады да кетті. Секаның адамына не істей алады? Бетін ұстады да кетті, адам күшін көрген жоқ. Қара көлеңкі коридорда беттен бір салдым. Алматының мына ғимаратында болған оқиға ғой? Мына осы 87 жылғы оқиға. Махмұт Қасымбекұлы келіп тұрмаған. Софаға мені жұмыстан шығарайын деп жатыр. О кезде маған бәрі жаңағы айтып жүрген менің дауысым Колбин екеуміз бірдейміз. Мынау Колбин, мынау Сматаев. Екеуі.
Содан кейін маған келіп тұр, мені жұмыстан шығарайын деп жатыр деп. Сосын кім шығарайын деп жатыр? Колбин ба дедім. Жоқ, Сақашқа ба дедім. Ой, жақсы, онда 2-3 күннен кейін жауап берейін дедім. Сақашқа бардым. Сақа осылай. Жай келдіңіз бе? Жай кісі келе ме? Бір жұмыспен келдім дедім. Жаңағы жағдайды айттым. Осындай. Ішімде не зияны, не пайдасы жоқ. Өзіменен жүрген адам. Общий отделде жай жүреді. Селтиіп жүретін. Сіз осыны шығарып жіберсеңіз, ол ертең жұмыс таба алмайды. Қаңғып кетеді, қаңғып. Бір қазақтың баласын қаңғытып жібергенде бірдеме шыға ма сізге? Ойланып, жарайды, қалсын. Жаңағы келіп айтып қалды. Содан бұл осыны ілесіп жүріп, қазір 2 баласы, қызын да, мына баласын да көтеріп жүр. Қарағандың әкімі Жеңіс айттым кітабын дең болса, 100 несін алдыңыз, алғылшы. Жоқ, алған жоқ. Демейді. 2 шақ отписка келді одан да. 2 томын аламыз, 2 несін аламыз деп. Нұрлан Оразалин деп 95 жылы не болды? Бірінші секретарь болды. Нұрлан Оразалиев. Нұрлан Оразалиевті мен 2 рет, секада жүргенде 2 рет, 1 рет айтты. Мен жолым тосып тұрыпты, аға, мынау мен мәдениет министрлігінде істеймін ғой, жай болып. Кім көріңіз сөз жазып отырмын. Маған мынау Қуыршақ театры директорының орны босап тұр екен. Соған мен итеріп жіберсеңіз қайтады деді. Көрші болатынбыз, бір үйде тұратынбыз. Бөлім меңгеруші, шай жүнесіп. Соған айттым. Шай жүнесіп айтып едім. Көз бақырайып кетті. Оны мен танимын, бос сөз, қызыл сөз керек жоқ оның деді. Содан Қазыбаевқа бардым. Қазыбаев секретарь болатын. Қазыбаевқа кіріп айтып едім. Соғышан кім көрген тықпалайсында жүресің, не керегі бар? Түкке керегі жоқ қойылды деді. Аға дедім, көрші ақысы, кісі ақысы, көрші ақысы деген. Көршің кейде туысыңнан да жақын болды. Ол менің көршім еді деп едім, күліп жіберді. Жарайды маған келсін. Сөйтіп оны жаңағы Қуыршаққа жібергенбіз, директор қылып. Содан кейін 2 жылдан кейін, 2,5 жылдан кейін тағы бір жол тосып жүр. Оны соғыға мынау аты барда заты жоқ нәрсе екен, ешкім келмейді Қуыршақ театрында. Бұла кім? Әзірбайжан Мәмбетов театр обществосының есін ашқан екен. Сонда өзі председатель мені бірінші зам болып алмақшы. Осыны тағы айтып жіберіңізші. Мен айттым, қолына келсе жақсы. Бардым. Ол кезде кім? Қазыбаев жоқ, Сақаш Камари дейді. Сақашқа кірдім. Айтып отырдым, ода, ой, ол білем, ол болады, сөзі көп, қимылы жоқ, іші жоқ, қайтесің, оны әуре болып. Айттым тағы да. Сонда Қазыбаев қайтқан деді, көршім еді. Одақ деген бүкіл жазушылар бар ғой, бұрынғы. Ғабит болсын, басқасы, Әди Шариф болсын, Әнуар Әлімжанов болсын, Олжас Сүлейменов болсын, бәрі жаңағы жазушыларды іздеп тауып отыратын. Ал мынау тек 5-6 жазушыны ғана білді, қалған бірлер көп деді, біз сияқтыларға. Мен даже негеде жазушы одағында жиналыс бірдеме, соған да шақырмайтын болды. Сосын 99 жылы ба, 2000 жылы ба, қайта сайлау болды ғой. Мен үштіп келіп айттым, ең бірінші басталмай айтып. Нұрлан, мен сені жақсы көрем дедім. Сені как ақын ретінде сыйлаймын. Сен творчестволық ешқандай мен қарсылығым жоқ. Бірақ сен бірінші секретарь ретінде мына орынға лайықсыз емессің. Өйткені сен үлкенді аға деп, кішіне іні деп сыйлауың керек. Сенде ол жоқ. Сен жазушылығында тең қарауың керек, сенде ол жоқ. Сен тек қана 5-6 адамды тартасың. Содан қалған өзіңе әскер жинайсың. Қаншама адамды, 200 адамды қабылдады, кітабы жоқ болған. Ешкім білмейтін адамдарды қабылдап, жазушы одағында алып жатырсың. Дұрыс емес. Сондықтан сен осы жылы өз еркіңмен кетуің керек. Содан басталды. Жазушы одағынан мен осы уақытқа шейін бір мақтау қағазын алған емеспін. Жазушы одағына мен ештеңе ұсынған жоқ. Одақтың төрағасы өзгерді ғой қазір. Өзгерген мынау системада онша өзгерген жоқ. Бұл тек анау тойға кетеді, мына жаққа кетеді, мына тойға кетеді, сонымен жүр.
төсін ұрып, мен мықтымын деп жүрген Әбдіжәміл Жұмабаев бар ғой, Әбдіжәміл Нұрпейісов. 27 рет шығарды хан метерін. 27 рет. Менің Сматаевтың сол Елімайы анау сол Елімайдың қолында соғуға жарамайды. Ол ауыл екінің өсегі жазған кітап, үш кітабы да. Өзі қарап отыр. 500 километр радиусы революционер шығарады. Бір орысы жоқ жерден. Олағы ненің тынық доны көшірмесі ғана, вторичный кітап. Тынық доны көшірмесі. Ал сол кеудесін ұрып, мен 8 том жазған, бар, не бәрі. Сол бәрін алып отыр. Ал және менің 5 кітабыма 5 рет комиссияның мүшесі болып, жылдың ең үздік кітаптар деген кітап менікі 11 рет жылдың ең үздік кітабы болды. Жылдың ең үздік кітабы 29 жазушы алған. Қазір 8 жазушы бар ғой, соның жылдың ең үздік кітабы 29 жазушыда. Мұхтар Әуезов 2 рет алған, Сәбит Мұхамедов 1 рет алған. Ғабит Мүсірепов 1 рет алған. Олжас Сүлейменов 2 рет алған. Сайын Мұратбек 1 рет алған. А мен 11 рет алдым. 11 рет алған шығарамам, 11 рет құлатты. Мемлекет сыйлық бермейді. 5 рет комиссия құлатты, 6 рет комиссия неге кіргізбей құлатты тізімге. Кім? Әбдіжәміл Нұрпейісов, Әбіш Кекілбаев. Әбіш Кекілбаев мемлекеттік секретарь хатшы болып отырды. А мынау жаңағы мемлекеттік сыйлық ненің председателі болып отыр комиссияның. Сәкенді қаралау, Сәбит Мұхамедті қаралау. Қалай сіз? Мен оған мен түпкілікті қарсымын. Сәкенді қаралау деген сөз, сұлулықты қаралау, азаматтықты қаралау деген сөз. Сәкен деген ол тазалықтың символындай адам. Ол 25-24 жылы Сәбиннің кабинның председателі төрағасы болып тұрғанда бұлау қазақ қырғыз дегенде қазақ қылып неткізген және қазақ тілін мемлекеттік тіл деп қазақша жүргізуге әсер еткен адам. Ол еш уақытта қаралауға келмейтін адам. Сәкен анау келіншекті алып кетіп зорлады, мұнаны алып кетіп зорлады деген бәрі бос сөз. Ол келіншектер өздері келуі мүмкін. Сұлулыққа табыну деген бар ғой. Сұлулыққа сүйсіну деген бар. Сұлулыққа сұқтану деген бар. Ол бұл үшін көзін сүзбесе бура десін етпейді деген сияқты нәрсе. Сондықтан да ол еш уақытта Сәкенді қаралауға мен өз басым қарсымын. Сол сияқты Сәбитті де, Сәбеңді де. Сәбеңді ананы көрсетті, бұнаны көрсетті, өз аман есен қалды дейді. Ол кезде бірін-бірі көрсетті деген болған, көп болған. Ол ішінде де көрсетпейді деген сөз жоқ. Жиналыстарда болады, айтып қалады, өзін сақтап қалу үшін анандай болды, мынандай болды. Ертеңінде басқа да бар. Қазақтың лезесін білесің ғой. Әркім өзін-өзі жақтап, өзін-өзі мақтап сөйтіп сөйлейтін адамдар. Сондықтан да Сәбеңді бір-екі жерде айтып қалуы мүмкін андай сөздерді. Соны жазып, соны түртіп, көрсетіп, шұқшытып ату түк керек жоқ. Қазір оның қазақтың мықтыларын, қазақтың жақсыларын жамандап көрсету деген сөз, ол тектен айыру деген сөз. Қазақ тектік сақтайтын халық қой, кекті емес. Сондықтан кекті қою керек те тектілікті сақтап қалу керек. Тектілік жүрген жерде жақсылық болады. Тектілік жүргенде қайырым болады, мейірім болады. Тілдің жанашыры, ұлттың жанашыры өзіңіз ғой. Қазіргі деңгейінде қандай баға бересіз? Тілге ба? Бізде бағада жаңаға айтып атқанда рас бәрі. Мынау орыс тілі әлі күшін өзінің позициясын бере қойған жоқ. Басқа республикалармен салыстырғанда, мынау Прибалтикамен, мына Закавказьемен, даже мынау өзбек, түрікмен, тәжіктермен салыстырғанда, қырғыздардың өзімен салыстырғанда, қазақ әлі баяғы орыстардың есінде жүр, езгісінде жүрген сияқты. Біздің барлық мекемедегі бастықтары біздің 99% орыс тілділер, орыс тілділер. Қай жерге барсаңыз тек орыс тілімен сөйлеу керек, орыс тілін айтпасаң сені тыңдамайды ешкім. Қазақ тілі әлі өзінің есіктен сағалаған қалпында тұр. Төрге шыққан жоқ. Оны шығаруға жаңағы айтатын кісілер біз сияқты, сендер сияқты қолында билігі жоқ, қарапайым қазақтар ғана.
жоғары жақ оны менсінбейді. Мұны Әзербайжандың 91-92 жылдары Елшібай дейтін президенті болған. МГУ-дің профессоры. Сол Москваға барған 90 жылы. Елшімен сөйлеседі ғой. Елшімен сөйлескенде тілмәшін алып барып, аудармашыны алып барып, ағылшын тілінде, Әзербайжан тілінде сөйлеп, елшісін айтады ғой. Елшібай болса, сіз орыс тілі менен артық білесіз. МГУ-дің профессоры болдыңыз. Бірақ неге сіз менімен орысша сөйлеспейсіз? Сонда анау айтқан. Мен Әзербайжанның республикасының президентімін. Мен Әзербайжан халқын сыйлауым керек. Әзербайжан республикасының конституциясын сыйлауым керек. Менің конституциямда мемлекеттік тіл Әзербайжан тілінде жазылған. Сондықтан мен Әзербайжанның президенті болсам, мен Әзербайжан тілінде ғана сөйлесіп керек сізбен. Біздің қазақтар өйтпейді. 10 қазақ отырса, бір орыс кетсе, жаппай орысша сөйлесеміз. Тұтас халыққа сөзің жетпейді. Тұтас халыққа үнің жетпейді. Тұтас халық сенің даусыңды естімейді. Құлақтары бүтік, кеуделері жабық. Сен ойлайтын шығар, осылар зиялы қауым қайда жүр? Олар неге үндемейді? Неге айқайламайды? Олар қалай айқайлайды? Олар жаңа тамыр таныстықпен өткізіп болды. Сонымен ол балалардың кесірі тимеу үшін деп өзі үндемейді. Мына кітапты біз шығарамыз, бәрін өзіміз аламыз. Маған не қайда? Гонорар бар ма? Жоқ. Осындай сөз бола ма екен дедім. Сендер 25 томға 25 миллионға 25 кітап шықты. 1 миллионнан, 1-ақ мыңнан. Сол алдында үйіліп жатыр, жаңағы 25 миллион мен алуға шабам да жоқ оны. Қоятын жерім де жоқ. Қаламақы төлеген жоқ па сонда? Қайдан төлейді? Бірде тиын төлеген жоқ. Жаңағы 17 том шықты ғой. Сонан кейін соны мен кітап осы Алматы кітапқа, сосын Атамұраға бердім, апарып. Өз қолыммен апарып, 10 данадан, 10 комплексінен. Сонан кейін, бір ай еткенден кейін, 2 ай еткенден кейін барып қарайым ғой. Атамұра жаңа 17 томды 35 мыңға сатады. 35 мыңға 17 томды. 201 демет Алматы кітап 45 мыңға сатып. Оны кім алады? Мен айттым, қарақтарым, сендер мен өз ақшама шығардым, өзіме әкеліп салдым, өзімнің полкаларыңа қойдым. Сол үшін сендер 2,5 есе қымбаттатасыңдар ма? Жоқ. Сонымен тұр, өтпейді. 17 әкім бар ғой, 3 қаланың әкімі мен 14 облыстың әкімі. Соның бәріне хат жаздым. Мынаны көмектесіңдер. Өздері сеткаларың бар ғой, соған алдын ала заказ беріңдер. Ол әкімдердің қолында тимейді екен, мәдениет басқармасы деген басқарма бар ғой. Сондағы жігіттер мен қыздарға барады екен де, олар қарап, сіздің мынау баяғыда, Елімбай, анау 78 шыққан Елімбайдың жыртық-жыртық 2 кітабы бар екен дейді. Сонан кейін кейінгі шыққан дедің, сіздің 5 кітабыңыз бар бізде. Ала алмаймыз сіздің кітаптарыңызды. Алатын болсақ, бір комплектісін алармыз, алып қалсақ. Айтпесе о да жоқ. Ал енді бізге жақтырмасаңыз сотқа беріңіз деп. Сол атпеске беріп отыр. Ал енді кімге сөйлесем, кімге айтам? Әкімдердің өзі жаңағындай болғандан кейін, облыстық мәдениет бастықтарының өзі жаңағындай сөйтқаннан кейін, оны кім алады? Қай жер алады содан кейін? Өзің есептеші. Соны мен отырмын. Кітабымда. Алдында 20 мың дедім. Одан 15 мың дедім. 12 мыңға түсірдім. Қазір 12 мыңға түсірдім. Сонда да ешкім алмайды. Міне қазақтың мына қара. Бір айдан асты, 2 айға кетіп баратыр. Содан бері көп болса 11 ма 12 адам алды, болды бітті. Мен айтып отырмын ғой, қазақтар кітаптың алдындар. Мен олардың жеңілгеннен кейін, мен олардан түңілгеннен кейін жалпы қазағыма сендім. Менің қазағым, халқым менің кітабымды алып кететін шығар. Әрқайсысы бір кітапты алса, 1000 адам алса, 1000 адам бір-бірден. Ол түк емес қой, 1000 адамға. 1000 кітап ал, 1000. Соның өзін алмайды. Соған қарағанда мен қазағыма қарным аша қарайды. Қазағыма мен қазір қайыршы сияқты, қол жайып отырған сияқты көрінемін. Бірақ мен қайыршы емеспін. Нан сұраған аш бала сияқтымын.
Менің кітабымды аласылар ма? Маған қол үшін созасыздар ма? Осы сөз. Осыдан басқа менде ештеңе жоқ. Соған қарап жұрт ойлайтын болу керек. Сматаев не болып баратыр? Кешегі данышпан көретін адамымыз қазір не болды? Қол созып, көмек сұрай бере ма? Дейді. Сіз Серік Ахметов коттеджіме көлік берем деп, бірақ оны барып ала алмадым деді. Серік Ахметті мен өте жақсы көремін, шын айту керек. Ол таза адам. Мен солай деп жаздым да. Серік Ахметов 16 жылы, мен 75-ке толған күн. 16 жылы 7 қарашада, 7 ноябрьде сағат 4-тің кезінде телефон соқты. Әйеліміз екеуміз шай ішіп отырғанбыз. Сосын софаға деді, сіз ертең келіп, Қаздауыз Қазыбектің ескерткішінің лентасын қиып бергіз. Ертең Қаздауыз Қазыбектің ескерткішін ашамыз. Екіншіден менің қалтамда 2 кілт жатыр деді. Біреуі сіздің жипіңіздің кілті, біреуі коттеджіңіздің кілті. Соны келіп алып кетті деді. Мен күлдім. Серікжан, мен ұшатын қанатым жоқ, мен құс емеспін. Самолет таңертең ұшып кетті. Ертең самолет жоқ, мен сендерге жете алмаймын. Біріншіден, екіншіден мен кілт алу үшін бармаймын. Маған өзім оқырмандарым, жерлестерімді жинап беріп, оқырмандарыммен кездестір. Жарайды деді. Көз тиді деп санаймын, бір жағыма, бірақ енді ол көз тиді ме, тимеді ме, онда менің жұмысым жоқ. Бірақ менің әйелімді, жұбайымды алып кеткен менің амбициям. Мен егер басқалар қоса театрда өткізбесем, ресторанда өткізбесем, бізге коронавирус шықпас па еді. Білдіңіз ба? Мен тіптен отырар едім. Менің қасымда жаңағы жұбайым болып, шайымды қайнатып отырар еді. Мен қазір мына 3 этажда бөлмеде үйде 3 бойдақ қана қалдық. Мен баламның баласы не берем. 3 бойдақпыз. Ешкім жоқ. 3 жетімбіз қарағанда. Ешкім жазушыларда да қарамайды бізге ешкім. Сен көңіл айтқан жоқ. Мысалы жазушыларының несі, маған көңіл айтқан Қырымбек бірінші. Сосын көңіл айтқан Қошанов. Көңіл айтқан Қарағандың әкімі Жеңіс Қасымұлы. Қасымбек. Маған көңіл айтқан Қасым-Жомарт Тоқаев. Жазушылар одағының 5-6 бастығы бар ғой. Солардың біреуі айтқан жоқ. Көңіл айтуға жарамады. Көңіл айтуға жарамады. Кім көңіл айтып Сағынтаев. Ал осындай жағдай, мен қазір жетім қартайғанда 81-ге кеткен шал, жетім шал болып отырмын. 2 рет инсульт алғам, 6 рет инфаркт алғам, 1 рет қылтамақ болып асқазан балғыз тастағам. Мынау тілім үшіндағы, миым үшіндағы тілім үшіне келмейді. Менің өмірім қақ бөлінді. 26 шілдеге шейін мен лепіріп жаңағы жүрген адаммын. Барлық ойлағандарым бәрін, арманымның бәрі орындалатын сияқты, орындалмаса орындауға тырысатынмын. 26-шы қалай жұбайым қайтыс болды, қалай естідім, солай менің өмірім кірт төмен құлдырады. Қазір менде ешқандай тілек те, ешқандай мақсат та, ешқандай арман да жоқ сияқты көріп көрінеді. Өйткені маған қазір қол үшін созатын қоғам да жоқ. Қол үшін созатын аға інім де жоқ. Өйткені өзім үшін мәнісінде аға інілерім бәрі қайтыс болып кеткен. Маған қол үшін созатын мына жоғары жақтағы биікте отырған азаматтар да жоқ. Сондықтан да мен қазір түңілудің үстінде жүрген адаммын. Түңілген адаммын, шын айту керек. Бәріне жерген адаммын, жерінген адаммын. Сондықтан да қазір кейде ойлаймын, осы мен кетіп, әйелім қалу керек еді. Мен неге қалып қойдым, ол неге кетіп қалды.
осындай ойларға берілемін. Осындай дүзәбәл күдіктермен өзімді өзім улаймын. Сондықтан да мен қазір қоғамға ешқандай қарсылық та білдірмеймін. Ешқандай оған құшақ жайып адамгершілік те танытпаймын. Өйткені қоғам бір бөлек, мен бір бөлек адаммын. Мен қазір жеке қалған адаммын. 5,5 миллион керек деп отыр. Ана не салғызуға 1 миллион керек. Ол өзі қалтамда ақша жоқ, қарыз алып төлемегенде қалай төлеймін? Қазір жасап жатыр ғой. Олар маған Жолдасыңыздың апайдың басын тұрғызуға 5 миллион керек болып тұр. 5,5 миллион керек. 5,5 миллион теңге керек. Иә. Соңында алғым ғой 3 миллион қарызды. Әлі 2,5 миллион жоқ. Рухани әлсіреудің үстінде мен бармын. Рухани әлсіреудің үстінде жалпы қазақ бар. Сондықтан рухтан айырылып қалған қазақ, рухтан айырылып қалған халық, ол еш уақытта сенің бар екеніңді, жоқ екеніңді де ескермейді. Сондықтан да мен қоғамға теріс көзбен қарай алмаймын. Қоғамға тек немқұрайлықпен қараймын. Өйткені қоғам бір бөлек, мен бір бөлек. Қоғамда қазір рухани сезім жоқ, рухани байлық жоқ, рухани азық жоқ оларда. Рухтан айырылып қалды. Халық басын көтере алмай қалды. Халық көзін аша алмай қалды. Халықтың көкірегі бітеу. Халықтың аузы жабық. Халықтың аузында құлып бар. Көзінде кіреуке бар. Тәнім емес, жаным талай жыртылды. Жыртық жаным аласұрды, жұлқынды. Аялаумен, ардақтаумен өтермін. Өз баласын өгейлейтін ұлтымды. Мен келемін, сенемін мен халқыма, бүтін көңілім айналса да жартыға. Бүгінімнен торықсам да дана боп, кетем ертең жалтақтамай артыма.